Жалпы Құдайдың сөзін кім аударып береді бізге? Біз Құдайдың сөзін арабша оқитын болсақ, біз арабша білмейміз ғой. Арабшасынан үкім шықпайтын болса, қазақшасынан үкім шықпайтын болса, онда арабшасымен үкім шығаратын болсаңдар, онда арабтар үкім шығарады деген сөз ғой бұл жерде. Енді ол үкімді қазақтар да естуі керек емес пе? Арабтардың не айтып отқанын біз білуіміз керек емес пе? Әлде тек қана имамдар біле ме? Имамдар білетін болса, онда имамдар да сірә бізге айтатын болса, арабшасынан аударып айтады ғой оларда. Тек қана имамдар аударып беру керек па бізге? Тек қана имамдардың сөзіне сену керек болып тұр ғой бұл жерде. Басқа Құранды аударған Қалипа Алтайдың сөзіне сенбеу керек болып тұр ғой бұл жерде. Имамдардың айтуы бойынша Құранның аудармасына сенбеу керек, арабшасынан үкім шығады деп тұр. Ал сен үкім шығардың, арабша айттың, ешбір қазақ арабша түсінбейді. Айттың ал. Бір қазақ түсіне ме оған? Түсінбейді. Бәрібір сен аударып беруің керексің ғой сен. Сонда сен аударып бергенің дұрыс па, әлде Қалипа Алтайдың аударып бергені дұрыс па? Осы сұрақ сіздерге. Амансыздар ма, қалайсыңдар? Баяғыда біз тәуелсіздік алғаннан кейін Қалипа Алтай атамыздың қазақша Құран аудармасы шықты. Осы қазақтар түсінсін, осы қазақтар осы Құранды оқысын деп. Және оны біздің мүфтият бекітті. Яғни ең дұрыс версиясы осы деп бекітті. Енді Құранды кез келген адам аудармайды ғой, бәріңдер білесіңдер. Оның бәрі тексеріледі. Және ол барлық тілде де, орысшасында да, ағылшыншасынан аударсаң да, дәл қазақшасымен бәрі сәйкес келіп тұр. Демек дұрыс. Біз оны қабылдаймыз. Енді осы Құранның қазақша шыққалы бері қазақтар Құранда осындай айтқан екен, мынандай деп айтқан екен, бұның бәрі қате деп. Қазақша қазақтар түсінеді ғой енді. Баяғыда түсінген жоқ қой. Осы бәрі сенім жүре берді ғой. Оның сиқырлы сөздер деп. Құранның сөздерін сиқырлы сөздер деп түсіндік, өздерің білесіңдер. Бейт басына барып та, зиярат басына барып оқып жататынбыз. Неше түрлі сөздерді. Оны сиқырлы сөз ретінде көреміз да. Бірақ шынтуайтына аударып келген кезде ол кәдімгідей қандай да бір басқа сөздер болып шығады. Анау біздің аталарымызға мүлдем қатысы жоқ сөздер болып шығады. Жарайды, ол да бөлек нәрсе. Жалпы енді адамзатқа үлгі ретінде түскен деген мәтінде айтылады ғой енді ол Құран деген нәрсе. Енді соның ішінде де мына жерінде былай деп айтқанға, мына жерде былай, неге сәйкес келмей қалды деп жатсаң, онда сен арабшасын алып кел дейтіндер қазір көбейіп кетті. Барлық жерде арабшасын әкел дейді. Негізінде ол бұрында да солай болған. Бұрында да енді араб тілін білмейді емес, қазақтардың ішінде де білетіндер болған. Осыны келіп айтқан кезде сол кезде де осындай жағдай болған. Ол әр халықтың арасында да болады. Ислам діні қай жерге барады, сол жерде өз тіліне аударған кезде ол қандай да бір келіспеушіліктерді көрген кезде енді бәрі айтады ғой, мына жерде мына келіспейді. Ол кезде арабшасын алып кел деген түсінік барлық халықта да болған. Бұрында да болған, қазір де жалғасып жатыр. Енді бұлар айтады ғой, арабшасынан, қазақшасынан үкім шықпайды деп. Қазақшасынан үкім шықпайтын болса, сен қазақтарға қалай үкім бересің сен мысалы? Мына жерде бас істету керек емес пе? Сен қазақтарға арабша үкім бере алмайсың ғой, өйткені қазақтар арабша түсінбейді ғой, арабша берсең де. Арабшасын алып кел деп айтады ғой мына жерде. Мейлі арабшасын алып келдің, айттың, ал арабшасында түсіндің. Түсінбейміз ғой біз, оқыдың ал. Арабшасында солай деп жазылған екен. Бәріміз сол арабша, араб тілімізде, ділімізде араб болмасақ, біз арабша түсіне алмайтын болсақ, онда біз ол кітаптың бізге не керегі бар? Енді сол кітаптан қазақтарға да үкім болатын болса, онда бәрібір қазақшаға аудару керек қой. Жаңа арабшасын алып кел дейтін молдаларға айтарым да. Мен арабшасын алып келдім, айттым, оқыдым. Содан сен де арабшасын оқисың да маған үкім айтасың. Сонда мен сенің үкіміңді түсінемін, түсінбеймін бе? Түсінбеймін әрине. Түсінбеген соң сен бәрібір сол сөзді маған
сен аударып беріп тұрсың оны. Сонда сенің сөзіңге мен құлақ асуым керек пе, әлде бүкіл әлем мойындаған қалипа Алтайдың аудармасын мен қазақшасын түсінуім керек па бұл жерде? Өткенде мына қазір Ысқақ дейтін, шын аты Ысқақ па білмеймін, жігіт шығыпты қазір, өте ақылды жігіт екен. Соның эфиріне де бір имам шығыпты ғой. Сол кезде де солай айтты. Енді қазақтар қазақ тілінде сөйлейді екен, сен бәрібір араб тілінен ол Құранды аударуың керексің бәрібір. Қазақтарға үкім шығару үшін Құраннан, яғни Құдайдың тілін бізге аударып беру керексіңдер, имамдар. Әйтпесе біз түсінбейміз ғой, арабша түсінбейміз. Әлде бізді араб қылғыңыз келе ме? Араб тілін біліңдер деп анау марқұм имамның аты кім еді? Әбдіғаппар Сманов айтқан сияқты, бәрімізді араб тілін үйренуге шақырасыңдар ма? Сендердің мақсаттарың солай болып тұр ғой. Араб тілін білмесеңдер, жүректеріңді араб болмасаңдар, араб тілін түсіну қиын деген мәселелер қазір көйіп кетті. Өйткені араб тілінде неше түрлі сөздер көп, оның неше түрлі версиясы бар, ана сөздің, мына сөздің деп көйіп кеткенсің. Яғни олар өздері түсінбейтін болса, онда ол тілдің бізге не керегі бар ол? Ондай тілде Құдай неге түсіреді деймін де. Біздің қазақ тілінде түсірсе былай болар еді. Қазақ тілі бүкіл әлемге түсінікті тіл ғой енді. Түсінеді деп ойлаймын жалпы. Түсінеді, әрине түсінеді. Бұл жерде әңгіме түсінгенде емес, әңгіме алып қашпалық әңгімеде болып тұр ғой енді. Конечно, бәрі де арабшасында бәрінде түсініп тұр. Бәрі де түсінік нәрсе. Тек қана алып қашу әңгіме бұл жерде. Қателікті жасыру болып тұр ғой енді. Шынтуайтына келгенде сол өздерінің мифтеріне арабтардың өздері де сенбейді ғой, оны өздерінде. Мына имамдарға айтарым. Анау Меккеге барған кезде сендердің сырттарыңнан мүмкін күліп те жатыр ғой негізі. Не істеп жүрсіңдер мына жерден алыстан келіп? Сол жалпы. Егер Құдай құдіретті болса, бәрімізге түсінікті қылып, тек қана араб тіліне қана тәуелді қылып қоймайды Құдай. Және кез келген тілге аударған кезде аударылатын қылып бере алады. Құдай әлде оған шамасы келмей ме? Келеді. Бірақ оған имамдардың шамасы келмейді. Шамасы келмеген адам ғана осындай сөз айтады. Менің шамам келмеді, демек сен арабшасын оқы дейді. Өстіп құтылып кетеді. Құтылып кеткісі келеді яғни. Онымен ешкім құтылмайды. Араб тілін білетін адамдар көп бізде қазір. Ол баяғыда ғой, араб тілін білмейтін адамдар жоқ кезде ғана алдауы мүмкін. Қазір ешкімді алдау қиын.